Арнаға жаңадан қосылған көрерменге тағы да таң нұрлы болсын дейміз. Бүгін бізде Абай атындағы мамандандырылған Қазақ мектеп гимназиясының тарих пәні мұғалімі Дастан Әмірғали қонақта. Дастан мырза, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Сіздер өткен жылдың қараша айында ғылыми жобаға қатысып келген екенсіздер, е? Сол туралы бізге толығырақ айтып берсеңіз, қандай тақырып таңдадыңыздар? Өткен жылы осы жобаға қатысқан болатынбыз да, жүлделі орынға ие болдық. Бұл жоба ғылыми жобалар байқауы болды. Бұл жобада біз әлем елдері су тасқынынан қалай қорғанады деген тақырыпты таңдаған болатынбыз да. Былтырғы жылы білесіздер, елімізде үлкен су тасқыны болды. Көптеген адамдар зардап шекті, үйлерінен айырылды, үлкен материалдық шығындарға ұшырады. Жобамыздың негізгі мақсаты әлемнің озық елдерінің су тасқынынан қорғануының тәжірибесін өзімізге алу, елімізге тиімді жолдарын ұсыну болды. Сол мақсатта біз ақш, Жапония, Қытай, Нидерланды сияқты әлемнің елдерінің су тасқынының тәжірибелерін зерттедік. Сізбен бірге өзіңіздің оқушыңыз бірге қатысты, е? Менімен бірге өзімнің оқушым 10 сынып оқитын Нұргазин Даниял деген оқушым қатысқан болатында. Қанша уақыт дайындалдыңыздар? Біз шамамен 1 жылдан астам уақыт дайындалдық. Яғни оған көптеген уақыт кетті, яғни зерттеу жұмыстары, тақырыбын таңдауға. Одан бөлек біз өзіміз барып, су тасқынынан зардап шеккен адамдарменен жолығып, солардың жағдайын біліп, соны салыстырып, экономикалық шығындарды есептеп, бұндай жұмыстар жүргіздік. Ал сіздермен қатар тағы қанша қатысушы болды, қатысты? Бұл енді республикалық байқау болғандықтан әлемнің біздің Қазақстанның түкпір-түкпірінен қатысты. Оның санын нақты білмеймін. Ол яғни бірнеше кезеңдерден тұрады. Мысалы, мектептік, одан кейін қалалық, облыстық және республикалық кезеңдерден тұрады. Дастан мырза, сіздер қазір айтады, оқушыларды қызықтыру оңай емес деп жатады, е? Сіздің мүмкін ұстаз ретінде өзіңіздің әдіс тәсілдеріңіз бар шығар? Әрине, қазіргі таңда шынымен де оқушыларды сабаққа қызықтыру үшін көптеген ізденістер, мұғалімнің шығармашылығы керек болады. Бірақ та қандай қиындықтар болмасын, балаларды қызықтыруға болады. Олардың, яғни балалардың жас ерекшеліктеріне байланысты тапсырмаларды солай құрған дұрыс болады. Мысал үшін, орта буын сыныптарына көбінесе ойын форматындағы тапсырмаларды жиі құрастырам. Мысалы, сөз жұмбақ, викториналар, квест ойындары, рөлдік ойындарды сол жиі қолданам. Және сабақты жақсы өткізу үшін міндетті түрде заманауи технологияларды қолданған дұрыс болады. Интерактивті тақта, мультимедиалық материалдарды қолдану, одан бөлек қазіргі біздің білім саласында платформаларды қолданамыз. Ал үлкен сыныптарға, мысалы үшін пікірталастар, сайыс сабақтарын, топтық жұмыстар, шығармашылық жұмыстарды беремін балаларға. Сіздің бұл салаға келгеніңізге 5 жылдай уақыт болған екен, е? Неге бұл ұстаздық жолды таңдадыңыз? Менің еңбек өтілім 5 жылдан асты. Шынымен де ұстаздық жолға келуіме тарих саласын таңдауға көптеген себептер болған шығар деп ойлаймын. Әрине оған ауылымдағы тарих мұғалімі алғашқы ұстазым, қазіргі таңда енді өмірде жоқ, бірақ та Қыдыбеков Қуаныш Жаманшаұлы деген ұстазым болды. Сол ұстазым осы тарихқа деген қызығушылығымды арттырды. Сабақтар өте қызықты өтетінді. Және менің әкем де осы тарихты жақсы білді. Біз үнемі әкем екеуміз тарихи оқиғалар туралы, одан бөлек тарихи оқиғалар, мемлекеттер туралы көп талқылайтынбызды. Осы орайда атаулы күндер мен тарихи оқиғалар жайлы да ақпаратпен бөлісе кетейік. Бүгін халықаралық зергер күні. Бұл мерекені тойлау идеясы 2002 жылы Алтын Сақина фестивалінде туындаған. 2008 жылы Ташкентте жас зергерлер фестивалінде 31 қаңтарды халықаралық зергерлер күні деп бекітуге шешім қабылданды.
1992 жылы Қарағанды политехникалық институты филиалының базасында Жезқазған тау-кен технологиясы институты құрылды. Ал 2011 жылы Алматыда Медеу биік таулы спорт кешенінің оңтүстік бөлігінде қар барысы саябағы ашылған екен. Ал 2012 жылы Алматыда алғаш рет Мағжан Жұмабаевтың Табалдырық манифест кітабының баспа нұсқасы жарық көрді. Сұхбатымызды әрі қарай жалғастырсақ, өзіңіз білесіз, биыл жеңіске 80 жыл, иә? Биыл сіздердің мектептеріңізде осыған орай қандай шаралар өткізілмек? Әрине, жеңістің 80 жылдығы өте маңызды мереке болып саналады. Біздің мектебімізде қазіргі таңда көптеген іс-шаралар жоспарланып отыр. Мысалға алатын болсақ, Ұлы Отан соғысы батырларына арналған тәрбие сағаттары, Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің ұрпақтарымен кездесулер ұйымдастыру, одан бөлек көрмелер және де үлкен біздің мектебімізде мерекелік концерт ұйымдастыру, сонымен қатар оқушыларды жеңіс саябағына апарып, ол жердегі біздің жеңіс саябағындағы монументтермен таныстырып, соның тарихын түсіндіру сияқты жұмыстар жоспарланып отыр. Мырза, мұғалім болғаннан кейін ол тәжірибеге де мән беру керек. Сіз өзіңіз осы ретте неге аса мән бересіз? Негізден көбінесі тәжірибе болғандықтан біз семинарларға барып, одан бөлек мұғалімдермен арасында сабақтарымызға отырып деген сияқты өзімізге көп аппараттар жинаймыз. Яғни тәжірибе алмасу өте маңызды деп санаймын. Керемет. Алдағы уақытта тағы да мүмкін жобаларға қатысу жоспарыңызда бар шығар? Алдағы уақытта үлкен жобаларға қатысу мақсаттарымыз бар. Еліміздегі ауқымды проблемалық мәселелер туындайтын кейбір жобаларды қолға алмақшы ойымыз бар. Мысалы, Сергеев су қоймасы жайында үлкен жоба дайындамақшы ойымыз бар. Дастан мырза, уақытыңызды бөліп, біздің студиямызға келгеніңізге көптен көп алғысымды айтам. Жұмысыңызға тек табыс, өнімді еңбек ете беріңіз деп тілегім келеді. Рахмет, Қызылжар арнасына үлкен рахмет сіздерге.